Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Неліктен бір тайпаның тұрғындары денелерін адам қаңқасы тектес бояйды? Дамыған заман жайлы білмейтін, адам етін жейтін сұмдық тайпа және Африканың жас тұрғындары қалай аяусыз жауынгерлерге айналады. Бүгінгі шығарылымда біз жер бетіндегі ең жұмбақ, қатыгез тайпалармен және олардың өмірлік салт-дәстүрлерімен танысамыз. Ал мен әдеттегідей бейнелеріме қолдау көрсетіп, пікір жазатын көрермендеріме алғыс айтамын. Біздің арнаның дамуы үшін сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Сондықтан лүпіл басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Қазақ шығармашылығын бірге көтерейік. Барлығыңызға жақсы қаралым тілеймін. Сентинел аралының тайпасы. Сентинел аралы мен Ален Чау туралы естігеніңіз бар ма? Бұл 26 жастағы американдық христиан діндары тайпамен байланыс жасап, сол жерде өмір сүру үшін аралға аттандырылды. Тайпаның мүшесі болғаннан кейін жігіт сентинелдіктерді христиан дінін қабылдауға шақыру керек еді. Бірақ сентинелдіктер жігіттен бауырым неғып жүрсің деп сұрамай бірден өлтіргені анық. Жігіт тайпа тұратын аралдан қайтып оралмады. Бұл арал жер шарындағы ең аз зерттелгендерінің бірі. Әдемі тропикалық жасыл арал, бірақ қазіргі адамға қол жетімсіз орын. Әрине ол жерге баруға болады, бірақ қайтып оралуыңыз екі талай. Бұл тайпаға тым жақын болған кез келген адам өмірімен қош айтысады. Солтүстік Сентинел аралы Бенгал шығанағындағы аралдардың бірі және Үндістан қарамағында. Оңтүстік Андаман аралының жағалауынан небәрі 40 шақырым жерде орналасқан. Архипелагтың барлық басқа аралдары зерттелді және олардың халықтары бұрыннан Үндістан үкіметімен қарым-қатынас орнатқан. Жергілікті тұрғындарды зерттеу әрекеттері де болған. Марис Фидел Портман бастаған экспедиция 1880 жылы қаңтарда аралға келді. Бір топ адам джунглиде жолдар желісін және бірнеше қараусыз қалған үйшіктерді тапты. Сонымен қатар олар 6 жергілікті тұрғындарды, бір қарт адам, бір әйел және 4 баланы тұтқынға алды. Олардың барлығы оңтүстік Андамандағы Блэр портына жеткізілді. Өкінішке орай шал мен әйел тез ауырып қайтыс болды. Себебі олардың еуропалықтардың ауруларынан иммунитеті болмады. Марис сол сәтте тірі қалған балалардың қолдарына түрлі сыйлықтар беріп, кері аралға апарып тастады. Содан кейін Марис 1883 жылы жергілікті тұрғындармен байланыс орнатуға тырысты. 1885 жылдан 1887 жылға дейін аралға бірнеше рет келді. Бірақ сентинелдіктер алдыңғы жолы не болған естен шығармады және бірден жебе жаудырды. Бұл тайпамен бір ғана адам бейбіт кездесе алған. Үндістанның антропологиялық қызметінің директоры Трилокнат Пандит пен әріптестері 20 жыл бойы арал тұрғындарын алыстан бақылап келген. 1990 жылдың аяғында Пандит жағалауға әртүрлі сыйлықтар мен кокос жаңғағын жиі қалдыра бастады. 1991 жылы 4 қаңтарда арал тұрғындарымен салыстырмалы түрде бейбіт өткен алғашқы тіркелген байланыс болды. Бұл күні бір топ жергілікті тұрғындар Пандитке бейбіт түрде жақындады. Біреуі тіпті қайыққа мініп көрді. Бүгінгі күнге дейін бұл аралдың тұрғындарының нақты саны белгісіз. 2001 жылғы соңғы санақ бойынша солтүстік Сентинел аралының жерлерінде 39 адам ресми тіркелген, 18 әйел және 21 ер адам. Зерттеушілердің айтуынша бұл деректер дәл бола алмайды. Өйткені аралға жету мүмкін емес. Ал санақ алыстан жүргізілді. Онда тұратын адамдардың саны шамамен 500 болуы мүмкін деген болжам бар. 2004 жылы арал цунамиде қатты зардап шеккенде, Үндістан аман қалғандардың бар жоғын тексеру үшін тікұшақ жіберді. Сентинелдіктер тікұшаққа садақтан оқ жаудыру арқылы жағдайлары жақсы екенін хабарлады. Асаро тайпасы. Ал енді Асаро тайпасына назар аударайық. Адамдарды сыртқы түріне қарап бағаламау керек деп ойлаймын. Бірақ бұл тайпаға келгенде олардың түрі мінездеріне сай. Өйткені олар сізді тек қорқытып қана қоймай, өлтіруге де дайын. Асаро тайпасы Асаро Мудман деп те аталады. Бұл атау балшықтан жасалған бет пердесіне байланысты қойылған. Мудман ағылшын тілінен аударғанда лай адамдар деп аударылады. Бірде бұл тайпаның адамдары шайқас кезінде жауларынан қашып, жағада жасырынған екен. Салдарынан денелеріне лай жапсып, кеуіп қалған. Дәл сол күйі олар жауларына шабуыл жасаған. Ал жаулары олардың түрінен қорқып қашып кеткен екен. Бұны көрген Асаро тайпасы балшықты өмірлік ұстанымдарына енгізеді. Асаро тайпасы қазіргі кезде аса қауіпті емес. Әрине, егер қолыңызда Калашниковтың автоматы болса. Ал Калашников автоматынан атып үйрену үшін сіз PUBG Mobile ойынын ойнаңыз. Деп кетсең, әшін айтам, PUBG менен жарнама алса болады ғой негізі. Чимбу. Бұл адамдар қандайда бір шоу үшін осылай сәнденіп алған деп ойлауыңыз әбден мүмкін. Бірақ жоқ. Денелеріне адам қаңқасының суретін салу Чимбу тайпасының ежелгі дәстүрлерінің бірі болып табылады. Тайпаның тарихы бірнеше 100 жылдықты құрайды. Дегенмен бұл өркениет әлеммен алғашқы байланысты тек 1934 жылы ғана жүзеге асырды. Неліктен тайпа мүшелері осы ерекше дәстүрді жасайды?
Шын мәнінде тайпаның аңыздарында Чимбу тайпасының халқын зұлым орман рухы көп уақыт бойы қорқытып, адамдарын өлтірумен айналысқан делінген. Мәселені шешу үшін аборигендер зұлымдардың оларға деген қызығушылығын жоғалту үшін өздерін рух ретінде көрсетуге шешім қабылдады. Яғни зұлым рухтан құтылу үшін өздері де зұлым рухқа айналған. Алғашқы байланысқан кезден бастап тайпаның өмірін журналистер бірнеше рет жазуға әрекет жасаған. Дегенмен Чимбу халқы оқшау өмір сүреді, және олар сыртқы әлеммен қарым-қатынас жасауға аса құштар емес. Тайпа өз өмірлеріне дән риза және өзгертуге тырыспайды. Ал олардың қалауларына қарамай дамыған өркениетпен таныстыру әрекеттері қан төгумен аяқталады. Сурма тайпасы. Сурма тайпасы Маджиде тұрады. Бұл Эфиопияның оңтүстік батысындағы мекен ететін, өте жауыз және жат жерліктерге өздерінің қатаң заңдарымен танымал болған тайпа. Тайпа кез келген бейтаныс адамға қауіп төндіреді. Сондықтан кән көрейінші деп жақындап жүрмеңіздер. Ой, менде мылтық бар десеңіз, бір нәрсені біліңіз. Олар өзге оқшауланған тайпалар сияқты садақ, шоқпар, қылыш, қасық пышақтармен қаруланбаған. Оларда автомат Калашниковтың қоры жетерлік. Қаруды бір жаққа ысырайық. Бұл ең қызықтысы емес. Тайпада ересек өмірге өту құқығы үшін ұлдарды таяқпен ұру дәстүрі бар. Өзіңіз түсінгендей тайпа зорлық-зомбылықтан қашпайды. Сондықтан Сурманың бейтаныс адамдарға оқ атқан жағдайлары көп. Бізге жабайы болып көрінгенмен олар тек өздерінің жерлері мен отбасын қорғауды ғана мақсат етеді. Бұл кез келген адамға тән қасиет. Каравай. Караваймен бірінші байланыс 1974 жылы құрылды. Бұл тайпа Индонезияның Папуа провинциясының оңтүстік-шығыс бөлігінде тұрады. Жалпы адам саны 3000-ға жуық. Ал олардың көпшілігі дамыған өркениетті дүниенің бар екенінен бейхабар. Бұл тайпадағы үйлер әдетте ағаш басына салынған. Шамамен 30-40 метр биіктікте. Биіктік жергілікті тұрғындарды жабайы жануарлардың шабуылынан және жақын жерде тұратын басқа соғысқұмар тайпалардың өкілдерінен қорғайды. Каравай барлық ақ нәсілді адамдардың жын шайтан екеніне сенімді және ақ нәсілдіні жолықтырса дереу өлтіруге тырысады. Бұл тайпада каннибализм әлі де бар екенін ескерсек, өлген адамдардың қайда кететіні белгілі болады. Каравай тайпасы шебер аңшылар. Олардың негізгі қаруы садақ пен жебе. Оның үстіне олар садақты аң аулау үшін ғана емес, сонымен қатар басқа адамдарды өлтіру үшін де қолданады. Айтпақшы, миллиондаған байлығы болған атақты отбасының мұрагері Майкл Рокфеллердің жоғалып кетуіне Каравай тайпасы кінәлі деп есептеледі. 1961 жылы Майкл даниялық антропологпен бірге Жаңа Гвинеяның тропикалық ормандарын зерттеуге барғаны белгілі. Олар зерттеуге қатты қызығушылық танытты. 1961 жылы 17 қарашада таңертең жабайы дәстүрлер мен мәдениеттер туралы көптеген мәліметтерді жинаған зерттеушілердің жергілікті өзендердің бірінде қайықтары тесілді. Олармен бірге шыққан жергілікті гид көмек шақыруға жүзіп кетті. Бірақ көмек тым ұзаққа созылды. Бірнеше сағат күткеннен кейін Майкл Рокфеллер жағаға жүзіп бара алатынына сенімді болып суға сүңгіді. Бірақ содан бері Майкл хабарсыз кетті. Оның жоғалып кеткені туралы көптеген теориялар бар. Бірақ ең танымалдарының біріне сәйкес, оны өзенде жүріп бара жатқанын көрген Каравай тайпасының мүшелері суда жүріп бара жатқан шайтан деп садақ атып өлтірген. Мурси. Мурси тайпасы әрбір ұл туылғаннан жауынгер болып шығады деп есептейді. Құдайдың орнына бұл халық өлгендердің рухтарына табынуды шешті. Дәлірек айтсақ, шайқаста қаза тапқан ру мүшелерінің рухына. Дәстүр бойынша ұрпақтар оларды мәңгілікке қастерлеуі қажет. Ру өкілдері жас жігітті еркек деп қабылдауы үшін, ол өзінің батылдығын бірнеше қауіпті сынақтарда дәлелдеуі керек. Ру билері найзаға ие болудан бастап, негізгі тактикалық дағдыларға дейін барлығын тексереді. Мурси тайпасының өкілдері өзге адамдармен ғана емес, сонымен қатар жануарлармен, тіпті табиғатпен өмір бойы күресуге мәжбүр. Жынысына қарамастан Мурси денелерін күрделі тытықтармен безендіреді. Мұндай сызбаларды жасау үшін өте қауіпті әдістерге жүгінеді. Мурсидің сыртқы келбетіне қарасаң қарапайым артта қалған тайпаға ұқсайды. Оған қоса тайпаның кейбір мүшелері әлі де қару ретінде найзаларды жақсы көреді. Бірақ олардың көпшілігі автоматты жақсы игерген. Ол жақта бір Калашников автоматы 20 сиырдың құнымен тең. Сури. Бұл халық әлемдегі ең қауіпті қарабайыр тайпалардың бірі болып саналады. Ең алдымен оның өкілдері автоматты қаруды қолданады. Дегенмен ыстық қару көмегіне сирек жүгінеді. Соңғы рет тайпаның мүшелері Судандағы соғыс кезінде тәуелсіздік құқығын қорғау үшін атыстарға қатысқан. Бұл жабық қауымдастықтың қанды салт дәстүрі бар. Найзамен шайқасу тайпа өміріндегі ең ерекше оқиға болып саналады. Шайқас әртүрлі ауылдардың ер адамдары арасында ұйымдастырылады. Бірнеше мың адамдар тұратын ауылдардан жас жауынгерлер келіп мықтылығын дәлелдейді. Жауынгерлер ұрысқа киімсіз шығады. Осындай қырық пышақ кездесулер кейде өліммен аяқталады. Сонымен қатар мұндай қанды қырылыстар тайпаны жауынгерлік әзірлікте ұстау үшін маңызды. Өйткені анда-санда көрші тайпалар сурилерге шабуыл жасайды. Эфиопия өкіметі найза қолданатын мұндай жекпе-жекке ресми түрде тыйым салды. Бірақ қарабайыр халықтың дәстүрі заңнан күштірек болды. Корубо.
Корубо немесе Дыслала тайпасы үлкен шоқпарларымен танымал. Шоқпарларды олар өліге де, тіріге де қарсы қолданады. Каруба әлемдегі ең оқшауланған тайпалардың бірі, және олар ешкіммен байланысқысы келмейді. Каруба мүшелері өте қорқынышты көрінеді, және олар раку өсімдігінен жасалған қызыл бояумен боянады. Тайпа Амазонканың батысында тұрады, және арасында басқа жергілікті тайпалармен қақтығыстар ұйымдастырады. Өздерінің сұмдық шоқпарларын қолданып, көп адамның басын жарған. Каруба улы жебе атуда да жақсы. Тайпа сырттан келгендерге дұшпандық танытады. Олар жақында ғана 3 ағаш шабушы мен 2 тайпа зерттеуші ғалымдарын өлтірген. Сондықтан қазіргі таңда оларға адамдардың жақындауына тыйым салынған. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі бейне жазбамыз соңына жетті. Сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Егер расымен солай болса, бейнені достарыңызбен бөлісіп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі қызықты бейнелерде жолыққанша, қош сау болыңыздар.